Ай, туғандар, туысқандар, жандарым, қалайсыңдар? Мен жаңа бір әзірбайжанша бір не оқыдым. Соны сендерге переводтап берейін. бір адам кафеға кірген ғой, больницаның кафесіне кірген, есігін ашып отырып, тамақ алып, жеп отырса, шамалы алыстан бір бала қарап отыр дейді, 10-12 жастағы бала. Бүйтіп маған қарап отыр дейді, внимательно. Сосын мен сұрадым одан дейді, ашсың ба? Ол айтады, иә, ашпын. Тамақ алсам жейсің ба дейді, иә, жеймін депті. Сөйтіп баланы ертіп барып, что хочешь деген ғой, сөйтсе ананы хочу деп. Сөйтіп балаға тамақ алып беріп, бала бір тез тамақты жеді дейді. Сөйтіп отырды да, мен де өзімді бақытты сезіндім, балаға тамақ алып бердім деп. Сөйтіп отқанда есіктен бір қатын кірді дейді, балаға ұрысты дейді. Сосын ана адамға келіп, сіз ба мынаған тамақ алып берген дейді. Иә десе, ей, оңбаған. Бір ауылдан келген ғой. Ей, оңбаған, мен бұны ауылдан алып келедім. Аш қарынға УЗИға түсірейін деп. Ертең